Бүгін сіздерге Чинхай Шизаңда туылған жан тебірертерлік бір оқиғаны айтып берейін. Бұл кескінге бір тал жүрек басып, соңына дейін толығымен көршіңіз. Бір қарт аңшы таң сәріде шатырынан аң аулауға шықса, жақын маңда тұрған бір семіз жұнтай арқарды көреді. Ұйқысы қанған, көңілі тасып тұрған аңшы ойламаған олжаға кездескеніне қуанып, мылтығының таңдайына оқ салады. Арқар оны байқап қалады. Бірақ қашқанның орнына жалынышты жанарымен оған тігіле қарайды. Тіпті алдыға қарай екі адым жүріп, алдыңға екі сирағымен тізерлеп жүгіне кетеді. Сол сәт аңшы оның жанарынан аққан тарам-тарам жасты байқайды. Қарт аңшының жүрегі елжіреп сала береді. Массадан да қолы тайып кетеді. Оны арқардың жанын қия көруді өтіне жалынып тұрғаны таң қалдырады. Аңшы кенет көзін тарс жұмып, массаны басып қалады. Тарс еткен мылтық даусымен бірге арқар аяғы бүгулі күйі құлап түседі. Көзіндегі жас жүзін жуған күйі қалып қояды. Аңшы арқарды сүйреп ауласына кіргізеді. Сойып терісін сыпыруға қолы бармай қояды. Оның көзінің алдына жүгінген арқар келіп тұрып алады. Амалсыз арқарды союды ертеңге қалдырады. Сол күні түнімен жайсызданып, таң атқанша қолы дірілдеп ұйықтай алмай шығады. Ертесі аңшы арқарды сойып терісін алады. Бірақ ішін жарып еткенде шошығаннан айғай салады. Қолынан пышағы суысып жерге түседі. Әсілі ішінде 5 мүшесі жетілген бір қозысы бар екен. Әлде қашан өлген. Сонда барып 10 жыл аңшы болғанда кездескен осы ғажайыптың мәнін түсінеді. Арқар жанын қиып, құрсағындағы баласына араша тілеп, зар еңіреп жалына жүгінген екені ғой. Қасіретке жолыққан аңшы көп ұзамай өзіне өзі қол салады. Бәлкім аңшыны улы махаббат жазалады. Қайғыдан дерт басып жазылмай өліпті. Ғаламда мұндай ерлік аналардың қолынан ғана келеді. Нағыз ерлік нағыз махаббаттан келеді. Нағыз махаббат саған алғыс жаудырса, жолыңның болғаны, егер қарғыс жаудырса, оңған адам болмағаның. Әйел сұлу көрінер баласымен. Әйел ана болғанымен ұлы, себебі онда жай адамда болмайтын ұлы махаббат болады. Жақсы әйел арлығыз, адал жар, ардақты ана болған әйел. Ана бір қолымен бесікті тербейді, бір қолымен дүниені тербейді. Тарихтың доңғалағы қаншама іздерді қалдырып, қаншама іздерді өшірсе де, уақыт қаншама нәрселерді жасырса да, ана махаббат алдында дәрменсіз. Қолыңнан жетелеген жандардың ішінде анаңнан артық күйінген жан болған емес. Сондықтан аналарымызды ардақтайық ағайын. Рахмет сіздерге.